Келесі сабақ бізде сұйылтылған қышқылдардың карбонаттармен әрекеттесуі. Карбонаттар, яғни барлық карбонаттар және бейкарбонаттар бізде қышқылмен әрекеттесіп, тұз, су және көмірқышқыл газын түседі. Мына жерде сөзбен көрсетіліп қойған металл карбонаты плюс қышқыл тең болады тұз плюс су плюс көміртек диоксиді. Осы өнімдерді жаттап алсаңыздар болады. Енді карбонаттарға тоқталып кетейік. Табиғатта карбонатты жыныстар суда бейорганикалық кальций карбонаты ретінде тұнбаға түсу нәтижесінде пайда болады. Әлемдік тропикалық мұхитта үлкен карбонатты платформалар бар. Карбонатты тау жыныстары теңіздер мен мұхиттарда тіршілік ететін миллиардталған ұсақ жәндіктерден көміртекті қосылыстарынан тұратын қабыршақтардан түзілген. Олар өлген кезде қабықтары мұхит түбіне шөгіп, органикалық лактастың қалың қабаттары пайда болған. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.